Сәлеметсіздер ме? Баршаңызға қайырлы күн. Менің ғылыми жобамның тақырыбы ақжайық қорықшалары. Орындаған Орал қаласындағы физика-математикалық бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушысы Жексенбиева Айша. Жетекшісі Аманғалиева Салтанат Аманқосқызы және Молдағалиев Нұрбол Нариманұлы. Жалпы, менің ғылыми жобамның мақсаты бұл ақжайық қорықшаларының экологиялық мәселесін, сонымен қатар өсімдіктер мен жануарлардың дүниесін, таралуын зерттеу. Осыған байланысты бізде төмендегідей міндеттер пайда болады. Бұл қажетті қолданатын әдебиеттермен танысу, алған ақпаратты жүйелеу және сарамандық жұмыстар жүргізу. Жалпы зерттеудің жаңалығы бұл quiz.ru мобильдік қосымшасында онлайн викторина жасау, сонымен қатар Википедияға мақалалар жариялау. Қазіргі кезде облыс аумағында 11 табиғи маңызы бар, 9 қорықша, 2 табиғи ескерткіш бар. Алғашқы қорықшалар Бударин, Кирсанов және Жалтыркөл 1967 жылы ұйымдастырылған. Республикалық маңызы бар Кирсанов қорықшасы 1967 жылы өзен құндыздарын қорғау үшін ұйымдастырылған екен. Ең алдымен 1967, кейінірек 2001-2005 жылдары көрнекті статусқа ие болған бұл қорықшада жоғалып бара жатқан жануарлар мекен етеді. 61 мың шақырымға ие бұл қорықша Бөрлі, Теректі аудандарының аумағына кіреді. Өсімдіктердің 500 түрі, 120 құс түрі және 20 сүтқоректі түрлері кездесетін бұл қорықшада кәдімгі емен, қарағай, қарағаш, долана кездеседі. Өсімдіктерден жанаргүл, меруерткүл, жануарлардан Еуропа қаракүзені, сусары, қызыл кітапқа енген. Бударин қорықшасы 1967 жылы ұйымдастырылып, тек қана 1992 жылы республикалық маңызы бар көрнекті статусқа ие болған екен. Оның ең басты ерекшелігі оның міндетінде, яғни ол суда жүзетін көлік құстарын аңшылық кәсіпшіліктен қорғау үшін құрылған екен. Онда құстардың 20 түрі, балықтардың 30, сүтқоректілердің 20 түрі кездеседі. Мысалға, түлкі, қабан, қоян және тағы да басқалары. Ал Жалтыркөл қорықшасы Жалтыркөл атты тұйық көлдің маңайында орналасқан. Оның басты міндеті суда жүзетін құстар мен батпақты аумақтағы құстарды көбейту және қорғау. Біздің жалпы облысымызда Шалқар, Аққұм, Орда, Дубрава, Селекционы және Миргард атты қорықшалар бар. Жалпы осы қорықшалар елді мекенінің жанында орналасқан. Сондықтан да ол шамадан тыс қолданылып та отырады. Осыған байланысты ормандарды жүйесіз пайдалану, жайылымдық жерлерді шамадан тыс шауып, берекетсіз пайдалану осы қорықшалардың тапталып кетуіне алып соғады. Бұл мәселеге мен адамдарды назарын аударту үшін осы зерттеулер нәтижесіне myquiz.ru қосымшасында онлайн викторина жасамақ болдым. Бұл викторина екі басты айналымнан тұрады. Ең бастысы, біз білетін ақпараттарды бекітіп алып, жабық тест жасамақпыз. Ол 15 сұрақтан тұрады және оның барлығы осы қорықшалар жайлы. Ал екіншісі бұл 4 сурет және 1 сөз. Бұл дағды бізде жаңағы қорықшаларды танып білуге арналған. Сонымен қатар бұл карталық жұмысты қоса алынады. Жалпы менің проектімнің негізгі мақсаты бұл ақжайық қорықшалардың экологиялық мәселесін зерттеу. Осыған байланысты біз көптеген зерттеулер жүргіздік. Оның өзінде қорықшаларға барып та келдік. Осылардың нәтижесінде мен ақжайық қорықшалар туралы ана тілінде ақпарат дайындаған болатынмын. Сонымен қатар ақжайықтың 11 табиғи маңызы бар ақпарат жайлы, қорықтар жайлы Википедияға ақпарат енгіздім. Осыған байланысты ең бастысы myquiz.ru қосымшасында ақжайық қорықшалары атты онлайн викторина жасалды.